Сәлем достар, сіздермен ИП-ны жабуға жібереміз. ИП-ны жабуға жібермес бұрын ескеретін жағдайлар. Жеке кәсіпкерлікте кассовый аппарат болмауы қажет, және де қарыз болмауы қажет. Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлік ашылған уақыттан бастап, режимге сай, осы уақытқа дейін барлық отчеттары уақытында және де түгел тапсырылған болуы керек. Алдымен осы жағдайларды біз толықтай қамтып, толық қарап тексеріп шығамыз. Ол үшін салық кабинетіне кәсіпкердің ЭЦП ключімен кіреміз. Енді әрі қарай жеке кәсіпкерлікті жабуға жібереміз. Жеке кәсіпкерлікті жабуға жіберетін кезде, ол жеке кәсіпкерлікте доход бар ма жоқ па, алдын ала сол бойынша мәліметтер жинаймыз. Жеке кәсіпкерлікте жұмысшы және доход жоқ, сол себепті нулевкамен мұнда отчет тапсыратын боламыз. Бұл тұста упрощенка режимі бойынша бізде алдағы жарты жылдық бойынша ликвидациялық отчет тапсырылады, және де 0,29 заявлениесі қоса жіберілетін болады. Осы жерде тағы да ескеретін жағдай, 0,29 заявлениесі мен ликвидациялық отчет бір күнде жіберілуі керек. Екеуі 2 күнде жіберілуге болмайды. Ондай жағдайда жеке кәсіпкерлік жабылмайды. Бұл қағиданы міндетті түрде есте сақтаңыздар. Сонымен қатар, 2026 жыл жаңа салық кодексіне байланысты упрощенка режимінде үлкен өзгерістер болды. Упрощенка режимі 2026 жылға дейін тек қана 910 формада өзі үшінде, жұмысшысы үшінде толық отчеттарын тапсырып жүрген болса, ал 2026 жылдан бастап бұл тапсыру қағидалары, яғни отчет тапсыру қағидалары және де оның формалары өзгерді. 2026 жылдан бастап ИП иесі үшін 910 форма, ал жұмысшысы үшін 200 форма тапсырылатын болды. Осы тұста біз енді 200 форманы да жұмысшының жоқ болса да, егер жабуға жіберетін болсақ, оны біз ликвидациямен жібереміз. Ал егер де сіз жабуға жібермейтін жағдайларда, оны системадан автоматты түрде өтінім жіберіп қоясыз. Ол әр отчеттың өзінің уақыты келген кезде жұмысшы үшін 200 форманы нулевкамен тапсырып беретін болады. Осы екі жағдайды да қателестіріп алмаңыз. Жабуға жіберетін кезде 200 форманы біз өзіміз ликвидациямен тапсыратын боламыз. Ал қалған қалыпты жағдайларда сіз система арқылы автоматты түрде нулевкамен жіберетіндей етіп, заявка жіберіп қойсаңыз болады. Және де осы 200 форма ол режимі бойынша тапсырылады. Мысалы, ол режимінде 200 форманы біз қалай тапсырып жүрміз? Дәл солай бір жылда 4 квартал қамтылады. Бірінші айдан 3-ші айға дейін бірінші квартальный, әрі қарай 4-ші айдан 6-ші айға дейін 2-ші квартальный, дәл солай 200 форма бізде ол режимде қалай тапсырылады, және де оның отчет тапсыру уақыты қалай, дәл сол қағида бойынша жүзеге асырылатын болады. Енді мұнда біз қазір жіберуіміз керек 910 форма ликвидация, және де 200 форма ликвидация. Сонымен қатар 0,29 заявлениесі. Енді отчет тапсырмас бұрын тағы да біз қарауымыз керек мәліметтер бар. Ол жеке кәсіпкерлікте доход болмаса да медстраховка төлемдері, яғни медстраховка төлемдерін мұнда 2026 жыл бірінші жарты жылдық бойынша қамтитын айларда төледі ме? Сол бойынша анықтаманы алыңыз. Бұл әлеуметтік төлемдердің анықтамасы болып табылады. Әрі қарай сізде егер де жеке кәсіпкерлікте доход болса, мұнда сіз доход қай әдіспен түсті, сол әдіс бойынша толық барлық доходтарды сұратасыз. Және де әлеуметтік төлемдердің анықтамасын аласыз. Әрі қарай бин аппаратын анықтаймыз, және де ИП тіркелген аудан мен кәсіпкердің тіркелген ауданын анықтаймыз. Ол үшін біз қайта профиль бөліміне барамыз. Бин аппараты мен УГУД-ны анықтаймыз. Өйткені біздің жағдайда нулевка отчеты. Алдымен бин аппараты. Енді бин аппараты ол доход болған жағдайда өте маңызды. Мұнда жеке кәсіпкерлік тіркелген Алматы қаласы бойынша бин аппаратын анықтадық. Әрі қарай ИП тіркелген аудан мен жеке кәсіпкердің пропискасы бойынша тіркелген ауданын қарайық. Төменге жылжытамыз. Төменде по месту нахождения ИП және де по месту жительства. Екеуі де бір ауданда орналасқан. Осы мәліметті өзімізге сақтап аламыз. Әрі қарай біз отчет тапсыратын боламыз. Алдымен 910 форманы тапсырамыз. Ол үшін подать документ деп таңдаймыз. 910 деп поисковикке жазамыз. Найти. 910 формаға кіреміз. Полугодия деп тұр. Яғни жаңа айтып өттім, бізде алдағы жарты жылдық, қай жарты жылдық? Сол жарты жылдықпен ликвидациялық отчетты тапсырамыз. Бізде алдағы жарты жылдық, ол бірінші жарты жылдық 2026 жыл. Полугодия деген жерге бірінші полугодия 2026 деп көрсетеміз. Подать.
Әрі қарай разделдарды сәйкесінше енгіземіз. Раздел 1 алдымен вид декларация. Вид декларация жеке кәсіпкерлікті жабуға жіберетін кезде біз екі түрлі әдіспен жабуға жібереміз. Ол жеке кәсіпкерліктің ашылған уақытына байланысты. Мысалы, жеке кәсіпкерлік осы жабуға жібергелі жатқан жарты жылдықта немесе квартальныйды қамтитын айларда ашылған болса, онда первоначальный және де ликвидационный деп екі нұсқаулық таңдалады. Ал егер де алдыңғы жылдары, яғни алдыңғы жарты жылдықтарда ашылған болса, онда тек қана ликвидационный деп таңдаймыз. Жеке кәсіпкерлік 2024 жылы ашылған, бұл бізде алдыңғы жарты жылдық, сол үшін ликвидационный деп таңдаймыз. Төменге жылжытамыз. Төменде отдельная категория. Бұл не ведет бухгалтерский учет. Признак резидентства Қазақстан азаматы, резидент РК. Әрі қарай мұнда өзгешелік, яғни 910 2026 жылдан бастап өзгеріс бойынша көрсетіледі. Бұл жерде 910 форманың тапсыру реттілігі өзгешеленді. Бұл применяемый вид деятельности, яғни жеке кәсіпкерлікте қандай кәсіп қолданыста. Бұл дегеніміз океттер, ол океттерді салық кабинетінен қарайтын боламыз. Салық кабинетіне қайтадан кіреміз. Профиль бөліміне өтеміз. Мұнда жеке кәсіпкерлікте қандай океттер қолданыста тұр. Дәл қазіргі уақытта океттер қандай көріністе тұр. 4 окетке дейін кәсіпкерлікте қолдануға болады. Бұл жерде 2 окет көрсетілген, яғни екеуі де дәл қазіргі уақытта қолданыста болуы керек. Осы жағдайға мән беріңіздер. 96.090 және де 46.520 жазамыз. Бірінші 96.090 сіздің окетіңіз мысалы біреу болуы мүмкін, онда біреуін ғана жазасыз. Ал егер де екеу болса екеу, үшеу болса үшеу, солай реттілікпен осы жерге енгізіп шығасыз. Енгіздік. Енді әрі қарай төменге жылжытамыз. Төменде бин аппараты. Бин аппараты ол егер де район город значение болса, онда жазбай қойсаңыздар болады. Ал егер де жеке кәсіпкерлік ауылды жерде тіркелсе, онда міндетті түрде осы жерге сол ауыл қай әкімшілікке қарайды, сол бойынша көрсетеміз. Осы жердегі өзгешелікте біз алдында кодын жазатын болсақ, қазір атауын жазсақ болады. Мысалы, Алматы. Алматы қаласы, Алатау ауданы. Немесе Алатау деп жазсаңыз болады. Яғни Алатау районы, Алматы қаласы бойынша. Көрсеттік. Енді әрі қарай представленное приложение бұл міндетті түрде бізде көрсетіледі. Представленное приложениені көрсетеміз. Галочка қоямыз приложениеге. Дәлі батырмасын басамыз. Енді осы екінші яшықта бізде жаңағы приложение көрсетіледі. Осы приложениені толтырамыз. 910.01.001 яшығы бұл жұмысшылар бар жағдайда көрсетіледі. Жұмысшылар бар болып, жеке кәсіпкерліктің, яғни ИП иесінің доходы 24 МРП-ден жоғары болған жағдайда осы жерде біз жұмысшылар үшін вычет қолдана аламыз. Ол жұмысшылар жоқ жағдайда бізге қатысы жоқ, 0 қойып кетеміз. Әрі қарай количество мест осуществления деятельности, яғни бұл жеке кәсіпкерлік қанша орналасқан, яғни жеке кәсіпкерліктің қанша местасы бар деген сөз. Бір қалада орналасқан ба, немесе басқа да қалаларда орналасқан тағы да точкалары болса, осы жерге барлығын жазамыз. Бір ғана елді мекенде болса, онда бір деп көрсетеміз. Опричанка режимінің ерекшелігі бұл жеке кәсіпкерлікте 2026 жылдан бастап ол ешқандай шектеу жоқ, яғни біз әр қаладан өзіміздің кәсібімізді аша аламыз. Әрі қарай төменге жылжытамыз. Добавить строку дейміз. Мұнда код УГТ деп тұр. Жеке кәсіпкерлік біз жаңа көрсеттік, бір ғана ауданда орналасқан кәсіпкерлік. Енді сол кәсіпкерлік орналасқан УГТ-ны осы жерге көрсетеміз. Ол 60-10. Әрі қарай жеке кәсіпкерліктің орналасқан қаласы, немесе ол ауыл болуы мүмкін, немесе поселок болуы мүмкін, соны енгіземіз. Сосын улицасын көрсетеміз, номер дома, квартира барлығын көрсетеміз. Әрі қарай ставкасы. Алматы қаласы бойынша ставка бізде қалай? Сол ставканы міндетті түрде жаңағы
мәжіліс депутаттары белгілегендей қателеспей енгіземіз. Доход болған жағдайда ставка сізде айырмашылық болса, онда міндетті түрде сізге камеральный контроль келеді. Осы ставканы дұрыс енгізгеніңіз өте маңызды. Енді жазамыз 3%. Ал доход ол бізде 0. Сохранить. Далее батырмасын басамыз. Далее. Бұл раздел енді жұмысшы үшін емес, тек ИП үшін ғана толтырылады. Жаңа айтып өткенімдей, 910-да тек қана ИП иесі үшін ғана толтырылады. Ал жұмысшы ол 2-ші формада толтырылады. Енді ИП иесінде қандай төлемдер бар, соның барлығын осы разделда көрсететін боласыздар. Сосын соңғысы бұл медстраховка төлемдері. Медстраховка төлемдері жеке кәсіпкер негізгі босатылатын категорияға жатса, онда медстраховка төлемдерін төлемейді. Ал егер босатылмаса, доход болса да төлемдерін төлеуге міндеттеледі. Бұл жеке кәсіпкерлікте төлемеген, яғни ештеңе енгізбейміз. Ал егер де төлеген болса, осы жерге 5950 деп төлеген айларын жазып шығасыздар. Далее. Соңғы разделда код орган государственных доходов по месту нахождения және де по месту жительства. Жазамыз. Енді по месту жительстванда қарайсыздар, дұрыс жазылған ба? Автоматты түрде жазылып шықты деген сөз, ол өте дұрыс, барлығы дұрыс деген сөз емес. Бұл жерде база болғандықтан, бұл кабинет дұрыс емес көрсетуі де мүмкін. Яғни, біздің жағдайда екеуі де бір жерде тіркелген, кейбір жағдайда ИП-да, кәсіпкерлікте басқа ауданда тіркелген болған жағдайда, осы жерді міндетті түрде қарап тексеріңіздер. Әрі қарай галочка қоямыз. И проверить ошибки. Қателік бар жоғын қараймыз. Мұнда ошибок не обнаружен деп шығып тұр. Қателік жоқ, енді сформировать батырмасын басамыз. Печатная формасын тексереміз. Соңғы жақ бөлігіне қарайтын болсақ, міне жаңағы біз енгізген ИП-ның угдылары, оның қаласы, және улицасы, номер дома барлығы осы жерде тұрады. Оның ставкасы де барлығы осында көрсетіледі. Бин аппараты міне тұр. Осы жерден бин аппаратын дұрыстап қарап алыңыздар. Барлығын тексеріп болғаннан соң жинақтаймыз. Әрі қарай ЭЦП ключпен қол қоямыз. Подписать и отправить батырмасын басамыз. ЭЦП ключпен қол қоямыз. Әрі қарай осы жерде біз тапсырған отчет шығуы керек. Обработанный бөлімінде шығады. Қазірге необработанный бөлімінде тұрады. Обновление жасаймыз. Міне жаңағы тапсырған отчет осы жерде шықты. Енді әрі қарай 200-ші формалы отчетты тапсырамыз. 200-ші формалы отчет ол 1 жылда 4 рет тапсырылады. 3 айды қамтиды. Қазіргі таңда 2-ші квартальный отчеттың уақыты. Енді біз 2-ші квартальный отчет уақытына ликвидациялық отчетпен тапсыратын боламыз. Міне 200-ші форманы да тапсырдық. 200-ші форма 2-ші квартальный 2026 жыл ликвидационная. Сонымен 910 200-ші форманы ликвидация формада тапсырдық. Соңғы этап бұл 029 заявлениесі. 029 заявлениесін тапсыру үшін подать документ деп таңдаймыз. 029 заявлениесін біз 4-ші страницадан қараймыз. Осында налоговое заявление прекращения деятельности деп тұрады. Бөлімге кіреміз, подать деп таңдаймыз. Енді әрі қарай осы жерде статияларды көрсетеміз. Мұнда Е вариантын таңдаймыз. Далее батырмасын басамыз. Келесі разделда жеке кәсіпкерлікте төленген төлемдердің КБК номерлері. Ол налогтар және де әлеуметтік төлемдердің КБК номерлері. Жазамыз 101-202
301 901 добавить деп осы жерге ячейкаларды қоссаңыздар болады, иә. тоғыз жүз төрт жүз бір және де 905 101. Бұл әлеуметтік төлемдердің КПК номерлері. Яғни барлығын өсу ретімен жазып шықтық сандарды. Далее батырмасын басып, келесі разделға өтеміз. Келесі разделда біз өз келісімімізді береміз, екі тұсқа галочка қоямыз, және де код орган государственных доходовты көрсетеміз. Бұл ИП тіркелген аудан, иә. ИП тіркелген аудан, ол Алатау ауданы. Дұрыс шығып тұр, тоже қарап тексересіздер. Сформировать батырмасын басамыз. Қайтадан печатная формасын күтетін боламыз. Печатная формасын қараймыз. Жинақтаймыз. Енді әрі қарай подписать и отправить батырмасын басып, ЭЦП ключпен қол қоямыз. Қол қойдық. Енді налоговый заявление бөлімінен қараймыз. 029 заявлениесі міне осында шығып тұр. Яғни статус принят болып тұр. Жеке кәсіпкерлікті жабуға жібергеннен соң 10 немесе 15 жұмыс күнінде жабылғанын КГДКов сайтына немесе осы кабинеттен тоже қарасақ болады. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де жеке кәсіпкерлік, яғни ИП, АРС график бойынша қызметтер қажет болса, описаниеге номер қалдырамын, хабарласыңыз.